Бүгінгі біздің сабағымыз ұсақ қол моторикасына арналады. Тақырыбы саусақ жаттығулары. Ұсақ қол моторикасына өте көптеген ойындар мен жаттығулар жатады. Саусақ жаттығулары арқылы балалардың білімі дамиды, ойлау қабілеті жақсарады, ұқыптылыққа үйренеді, қол шапшаңдығы дамиды, үнемділікке үйренеді, зейіні тұрақталады. Жанерке, бірінші саусақтарымызды, алақанымызды дайындап алайық, е? Міне саған қарандаш және маған қарандаш. Енді саусақтарымызды жаттықтырамыз. Саусақтардың арасынан қарандашты жүргіземіз. Кеттік, жүргіз. Аха, өте жақсы, жүргіземіз. Енді нан илейміз, қарандашты қой. Аха. Енді екеуміз саусақтар жаттығуын қайталаймыз. Жарай ма? Во-де-во! Енді бейнелер жасаймыз. Қоян. 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 Әтеш. Әтеш, Әтеш. әтеш, Әтеш. әтеш. Бір үйде біз нешеуміз? Кел санайық екеуміз. Бас бармағым папам, балан үйрек анам. Ортан терек ағам, шылдыр шүмекмен титтей бөбек сен. Бір үйде біз нешеуміз? Бір үйде біз бесеуміз. Балға менен ұрып, молғып шеге қағамын, әдемі ғып үй тұрғызып, бәрін бірге жиямын. Саусағымыз шаршады, демалуды қалайды. Саусақтарды жазайық. 1, 2, 3, демалтып бір алайық. Жарайсың, Жанерке. Рахмет саған. Бүгінгі саусақ жаттығуы сабағында бала саусақ қимылдарын орнап, ұсақ моторикаларын дамытуға жаттықты. Жаттығулар арқылы бала қол бұлшықеттері шынығып, зейіні, есте сақтау қабілеті және сөйлеу белсенділігі артты. Бала тапсырмаларды қызығушылықпен орындап, ойын арқылы белсенді қатысты.